ислам сен қаншадасың? Жасың қаншада? Жасың қаншада? 5-те ма? Садикке барасың ба? Садик алыс па? Не спал ночь. Есть такие, да. Ну что ж, ребята, сегодня вас ждет непростой день, но очень-очень красивые каньоны вас ждут. Вся система Чернецкого каньона, которую мы с вами посетим. Сейчас мы с вами прощаемся с поселком Сада. Как вам вообще данный поселок? Хороший. Вы бы здесь жили? Если честно, нет. Кто-то да, кто-то нет. Ну, чистый воздух пока что здесь. Я думаю, здесь очень много скоро будет именно вот народов, еще больше будет приезжать машин, как бы они не испортили здесь эту природу, эту красоту, и все здесь не засорили. Ну что ж, для этого здесь есть инспектора, которые за этим всем следят. Какой у нас сегодня с вами план? По плану у нас сейчас мы заедем с вами в ближайший поселок Жалараш, он находится в 25 минутах езды, где сейчас специально для вас по желанию, у кого будет желание, вы сможете приобрести горячий обед с собой. На Чарыне, когда мы приедем с вами туда, это будет примерно к 12 часам, вы сильно проголодаетесь и вам нужно будет что-то поесть. Так что я бы вам рекомендовал взять себе что-то горячее с собой, вам помогут. И на Чернецком каньоне там специально есть беседки в долине замков, где вы все вместе сможете пообедать. И вам, по идее, должно быть, будет хватить сил до Алматы. В Алматы мы где-то с вами ориентировочно будем часов 7. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств. Итак, по плану вопрос есть? Вопросов нет. Барлықтарыңызға қайырлы таң, құрметті туристер. Негізімен бірге осы қонақ үйлерде күтіп шығып, енді бізден өзіміздің келесі күнгі бағдарламамыз бойынша шағын сатқандар жүйесіне жол тартып бара жатырмыз. Енді сіздермен бірге осы саты ауылында болдық. Мен де бүгінгі бағдарлама бойынша сіздерге мағлұмат беретін болсам, сіздермен бірге дәл қазір осы жақын ауылда орналасқан Астанаға барамыз, Жалараш ауылында орналасқан. Енді бұл Астанада не істейміз десеңіздер, түскі ас бізде сонымен сағат білер етуан уақыт аралығында болады. Біз ол кезде сіздермен бірге шағын шатқалдарында жүреміз. Сол себептен де алдын-ала алып қойсаңыздар болады. Яғни түскі астарыңызды осы жерден алып, кейін шағын шатқалына барған кезде сол жерде арнайы отыратын орындар болады, сол жерде отырып ішіп алсаңыздар болады. Сол себептен де қазір сіздермен бірге сол ауылға, сол Астанаға бара жатырмыз. Енді келесі айтатын сіздерге мағлұмат, жалпы сіздермен бірге бүгін шағын шатқалдың бас бөлігін, яғни қара шатқалды, кейін оның сарғыштау келген бөлігін, яғни сары шатқал бөлігін сіздермен бірге тамашалап көріп, ал ең соңында осы шағын шатқалдың ең әдемі бөлігі осы Қамалдар мекеніне түсетін боламыз. Енді қараңыздар, міндетті түрде бүгін күн біраз ауырлау болады, себебі біраз жерде жүресіздер, сол себептен де суларыңызды алып алыңыздар, бас киімдеріңізді киюді ұмытпаңыздар деп келеді. Енді сол шағын шатқалдың барлығын аралап болып, енді қалада шамамен беттерге жетер-жетпес уақыт аралығында болуымыз мүмкін ертегілеріміз. Енді ол біздің жиналуымызға байланысты, біздің жалпы автобустың жүрісіне байланысты дегендей, және де сіздермен бірге қалаға келген мезетте осы сіздерді алып кеткен нүктеге қайтадан оралатын боламыз. Ол бізде Байтұрсынова 100 мекен жайы бойынша. Біз басқа жерден түсірмейміз, туристерді барлығын алып сол жерден бірақ түсіреміз. Неге десеңіздер, өйткені бізде автобус, маршруттық автобус емес, бүкіл жерден тоқтай бермейді. Сол себептен де бізге арнайы бөлінген жерден ғана біздің тоқтау хақымыз бар. Сол себептен де сол жерден тоқтаймыз. В городе высадка будет только по адресу Байтұрсынова 100. Хорошо? По дороге никого высаживать не будем. Последний вопрос, друзья, также насчет цели. Данный поселок назван в честь данного ручья, который вы видите, протекает с левой стороны от вас, с этой стороны, и также он протекает с другой стороны, где мы сейчас будем с вами выезжать. Эти домики, которые вы видите, пронумерованные, и обычные домики, они также являются гостевыми домами. Они также занимаются туризмом, принимают гостей, и отсюда также возят на озера. Просто по времени чуть-чуть занимает на минут 15-20 дольше. Также обратите внимание, какой чистый поселок. Мне он нравится тем, что аким данного поселка каждую неделю собирает всех людей, и у них субботник, они все вместе дружно чистят данный поселок от всего мусора.
родник, насчет родника. Почему вообще поселок называется Карабулак? Если дословно переводить с казахского, то он так и переводится как темный черный родник. Дело в том, что в данном роднике пролагающие камни, которые лежат на дне данного родника, имеют состав йода. Также в 2019 году сюда приезжали специалисты проверить на наличие всех минералов. Как оказалось, все минералы имеются в данной воде, поэтому вода считается на 88% чистой. Енді құрметті туристер, сіздермен бірге мінекей дәл қазір Қарабұлақ ауылынан өтіп бара жатырмыз. Сол жақ беткейге қарасаңыздар, ағып жатқан осы бұлақ көзін көресіздер. Енді бұл бұлақ көзі жайында айтсам, бұл жердегі, яғни бұл ауылдағы су сіздермен бірге осы жақын маңынан көретін ауылдардың ішіндегі ең таза сулардың бірі екен. Сол себептен де бұл ауылдың аты Қарабұлақ. Қара деген сөздің мағынасының өзі таза деген мағынаны бір жағынан береді екен, иә. Яғни бізде қазақ халқында қара нан мен қара су деген сөз бар. Мінекей сол сөзге іспеттес мінекей осы ауылында атауы қойылған екен. Және екінші бір себебі, яғни бізде осы бұлақтың астында құрамында йоды бар тастардың біраз мөлшерде болуына байланысты ол тастар бізде қара түседі, болғандықтан бұлақтың да осылай бір өзіндік ерекшелігі бар екен. Сол себептен де ауылдың атауы осылай қойылған екен. Енді бұл ауылда бізде туризм арқасында жақсы дамуда, бұл ауылда да бізде қонақ үйлер салынуда және де судан шығуға көмек беруде. Сейчас увидите маленький синий домик с синими стенами. Видите? Да, вот, с правой стороны от вас. Этот синий домик когда-то давно принадлежал как раз таки Дильмухамеду Кунаеву, про которого я вам вчера рассказывал. Резиденция была на Гульса, его охотничий домик находился вот здесь. Как я вам говорил, он любил такой отдых, как охота, рыбалка, сюда часто приезжал, отдыхал. Сейчас этот домик принадлежит мне. Начало бармадың. Қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашын иманын жиған байға аңғалын жат қолар жанашырды дос қолар жаманды әзәзіл аярлар бар айырар ағанды. Сатқандар тою үшін де тоңында арын сатқан қолданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухың кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңын сен жатсам тұрсам жанымның ардағы. Так, друзья, сейчас мы с вами уехали в следующий поселок, поселок Хайну-Супекова. До того, как Хайну-Супеков стал доктором наук, до того, как он стал историком, литературоведом, который очень большой вклад внес в развитие Казахстана, данный поселок назывался как Малый Жалагаш. И после того, как академик наук внес такой большой вклад, данный поселок назвали в честь него, так как он был родом отсюда. Вслед за ним выпустилось еще 14 академиков наук, которые также вкладывали свой вклад в развитие Казахстана, и каждую из этих улиц в данном поселке назвали в честь каждого из них. Құрметті туристер, сіздермен бірге дәл қазір Ақай Нүсіпбеков атындағы ауылдан өтіп бара жатырмыз. 2010 жылға дейін кіші Жалаңаш ауылы, ал 2010 жылдан кейін ауылдың атауы ауыстырылған екен. Және де Ақай Нүсіпбеков атты кісіге берілген екен. Енді бұл кісі кім десеңіздер, бұл кісі ең бірінші кезекте осы қазақ ғылымдарының, сонша Қазақстан тарихының академигі және де Шоқан Уәлиханов атындағы лауреаттың иегері. Бұл кісі негізінен осы
Ұлы Отан соғысына қатысып, соғыстан келгеннен кейін осы тарихпен айналыса бастаған екен. Және тарихпен айналысу барысында осы Ұлы Отан соғысы жайында көп тың деректер қалдырған кісілердің бірі болып табылады. Ал екінші кезектен осы қазақ офицерінің 2 томдық жазбасының жазушыларының бірі болып саналады екен осы кісі. Жалпы осы ауылға тигізген және осы Қазақстанның тарихы жайында тың мағлұматтар қалдырған үшін ауылдың жергілікті тұрғындары ауылдың атауын осы кісілерге беруді жөн көріпті. Және бұдан бөлек ауылда тағы да 14 академик келген екен. Және бұл ауылдағы көп көшелер сол кісілердің аттарына қойылған екен. Сол себептен бұл ауылды кейде академиктер ауылы деп те айтып жатады екен. Поселок Жалараш, который совсем недавно переименовался в Жалараш, так как до 2023 года, 16 августа, он назывался Жаланашем. Но интересность в том, что изначально, первоначальное название поселка было Жалараш, а именно из-за этих гор, которые с правой стороны находятся от вас, на них растут ели в форме гривы лошадей. И поэтому местные жители изначально дали поселку название Жалараш. Но потом сюда начали приезжать люди, которые плохо владели казахским языком, и вместо буквы Г говорили Н. И часто говорили не Жалараш, а Жалана. Ну и местные жители отнеслись с уважением к ним и переименовали данный поселок в Жаланаш. Но потом позже стали появляться истории о том, что голый человек пробежал по данному поселку, и его прозвали Жаланашем. Дело в том, что Жаланаш, дословно с казахского языка, переводится как оголенный или голый. Потом долгое время стоял вопрос о том, чтобы вернуть поселку название, и вот в 2023 году, 16 августа, поселку возвращают название Жалараш. Также существует легенда о том, что название Жаланаш появилось из-за того, что Райымбек Батыр бился здесь с джунгарским Батыром Жаланашем, и их бой был настолько долгим. В итоге Райымбек Батыр победил в этой битве и отнесся с уважением к своему сопернику и прозвал данный поселок в честь Батыра Жаланаша. Такая же вот легенда ходит о данном поселке. В этом поселке также население около 2000 человек. Также здесь имеется 2 казахские школы, 1 русская, и имеется 1 колледж. Представьте, насколько значимый данный поселок. Также во время СССР данный поселок был центром Кегенского района. И как раз таки в этом поселке, ребят, мы сейчас все дружно с вами заедем к Татешке, которая вам с утра сегодня готовила, где вы по желанию можете взять с собой обеды. И там также имеется небольшой магазин, если вам что-то нужно по магазину. Тағы да қайталап айтамыз, осы түскі комплекс ас бағасының құны 1500 теңге құрайды. Ол жақта сіздер 45 су аласыздар, қазан салат салып береді, және де ыстық тамақтың өзін аласыздар. Бұл жерде ыстық тамақтан бізде қуырдақ бар, және плов бар, және сонымен бірге осы тауық еті қосылған жаркое бар. Енді қараңыздар, бұл жерде кішкене магазин бар. Егер де суларыңыз жоқ болса, міндетті түрде осы жерден алып алыңыздар, қажет заттарыңыздың барлығын. Барлықтарын сатып алғаннан кейін бірден жолға шығатын боламыз. Бірден алып болсаңыздар автобусқа келеді. Только купите все необходимое, сразу в автобус хорошо. Здесь также есть уборная, если хотите сходить, то можете сходить. Бесплатная, не поставьте мне. Это мотив. Туристерге айтпайма. So guys, we are going the village Жалараш, and now we go buy lunch for you, and this location have a free washroom. So market, shop. Автобуспен үй жағыңызға келеді. Той, ау, үй жақта боласыздар ғой?
Сол жүреді. Автобус жүреді екен ғой қазір. Автобус жүреді екен, соны сол жүреді. Сол шағын көріп дейді. Елім дегендер қамын жегендер адал өрімдір намысы қайнағандар ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашын иманын жиған байға аңдалын жат қылар жанашырды дос қылар жаманды әзәзіл аярлар бар айырар ағанды. Баю үшін бағында сатқандар тою үшін де тоңында арын сатқан қолданған санасы ел мен жер бізге аманат. Раз. Итак, друзья, можете потихоньку. Да, просыпаемся, дорогие друзья, туристы. И обратить свое внимание налево. Да, как вы видите, там ничего нет. Черный каньон находится с правой стороны от вас. Он уже открывает свои виды перед вами, то есть вы уже можете отсюда видеть впадину Черного каньона. Когда-то давно это место называли Долиной Смерти. Но как начался развиваться туризм, дабы не пугать туристов, его стали называть Черным каньоном. Так почему же он назывался Долиной Смерти? Дело в том, что данный каньон действительно имеет темный оттенок. Почему? Потому что в составе данных камней в основном базальт, то есть оксид железа. На протяжении миллионов лет данный каньон обжигало солнце, и он постепенно темнел. На сегодняшний день он имеет такой максимально темный оттенок. Долиной смерти он назывался, потому что здесь очень часто проходили путники, и не замечая в ночное время Черный каньон, они часто бывали, падали, разбивались. Также здесь водились красные волки, которые вели свой образ охоты таким образом, что загоняли скот, также людей в каньоны и скидывали их, тем самым питаясь. В 1986 году последнего красного волка пострелили и больше их здесь не видели. К сожалению, полную информацию рассказать сейчас не успею. Как соберемся в автобусе, продолжим. На данной локации мы с вами будем 15 минут. Это панорамный вид, далеко идти никуда не надо. Вышли, сфотались и собрались обратно в автобусе. Собираемся в автобусе 35, да. В 9:35 собираемся в автобусе. Guys, the first location of the Black Canyon, we stayed location 15 minutes and 9:35 minutes we meet the bus. Көре жол бар. Бар көре. Самауырын қайнаса. Қош. Самауырын қайнаса жақсы болсын, шай ішеді. Жай қымыз көже бар екен. Туристер көп. Жан жақтан келген. Тек біздер ғана мәтісік жоқ. Жетеді. Нормально ма? Ұнап жатыр ма? Қара каньон деді ма? Охо! Күшті. Біреудің шляпасы жатыр анда. Сөйтіп адамдар мусор тастайды ғой. Әйтпесе дым жақсы жер. О. Чё, как вам? Нравится? А? Нравится? Угу.
су ағып отырып. Қара каньон дейді. Мусор тастай береді екен, сонысы не? Сонысы өкінішті. Сен қалай тұрсың да сен қалай? Үйге бағана кіріп шық. Білмеймін енді. Болды, ладно. Болып тұрады, зато есте қалады. Есте қалады. Түріктер емес пе бұның, түріктер емес пе? Түріктер емес пе бұның? Қара шатқал бірінші каньон дейді, қалан келді. Жұрттар келіп жатыр. Банана дейді. Уже жүріп кеттім. Банана. Каньон, вообще это вся система Чарынского каньона, но в народе их разделили на несколько частей, такие как Черный каньон, Лунный каньон, Долина замков, Ведьминское ущелье, Драконье ущелье. Вот. Также сейчас обратите внимание направо, там вы увидите бетонную постройку, возле которой люди фотографируются. Такие постройки здесь вдоль дороги настроены около 20 штук. Дело в том, что на той стороне Черного каньона находится граница с Китаем 50 километров. И во время СССР были напряженные отношения с Китаем в какой-то момент. И на нашей стороне выстроили такие бетонные постройки для обороны. Если вдруг Китай бы начал войну, им бы пришлось обходить весь Черный каньон, а здесь бы встречали их вот эти бетонные постройки, в которых помещалось до 3 солдат. К счастью, ничего не было, конфликта не состоялось, и бетонные постройки, они просто остались, какие-то из них торчат, а какие-то из них залили полностью землей. Вот. Такие бетонные постройки вы будете сейчас встречать по дороге еще. Дальше. Насчет реки Чарын. Вы видели реку, которая протекает вдоль Черного каньона? Да. Как она называется, как вы думаете? Чарын. Я сказал название, проверка на внимательность. Река называется Чарын. Как вы поняли, в принципе, Чарынский каньон и назван в честь данной реки. Но сам каньон Чарынский составляет 154 километра, а река, которая протекает по нему, составляет 427 километров. Берет она свое начало с высокогорного хребта Кентау и впадает аж в низовье Или. То есть она протекает через весь каньон. Сейчас вы еще и ближе ее сможете увидеть на Лунном каньоне, и в долине замков вы сможете дойти прямо до нее, до этой реки, где будут беседки, где вы сможете пообедать, где очень атмосферно и красиво, где очень много змей и ящериц ползает. Вот. Не переживайте, ребят, их там не так много, и вы сможете понаблюдать. Главное, внимательно, в каких местах ходите, и под ноги смотрите. Вот с левой стороны еще одна бетонная постройка, которую вы сейчас также можете увидеть. Но сол жақтарыңыздан жалпы бетоннан жасалған құрылысымыздан көрсеңіздер болады. Дәл қазір осы сіздерге баяндау барысында ол жайында да айтып беретін боламын. Енді сіздермен бірге бүгінгі күндегі өзіміздің ең алғашқы локациямыз, яғни Қара шатқал. Бұл Қара шатқал дегеніміз осы Шарын шатқалдар жүйесінің бас бөлігі, оның жалпы ұзындығы 8 км құрайды. Және де ол жердегі тастар бізде қара түстес екен. Енді көптеген туристер сұрақ қойып жатады, неге бұл жерде тастар қара түстес? Өздеріңіздер Шарынның басқа бөліктерін қазір көресіздер, кейбір жерде сары түсті тастар көресіздер, кейбір жерде қызыл тастарды көресіздер. Енді сіздерге бұның барлығын түсіндіріп айта кетейін. Жалпы бұл жерде бізде жанартаулық минерал кездеседі. Қандай десеңіздер, базальт деген минерал кездеседі екен. Енді сол минералдың құрамында бізде химиялық элемент кездеседі, қандай десеңіздер, феррум деген элемент кездеседі. Яғни феррум ол бізде темір. Темір қандай пайыздық мөлшерде кездеседі? Ол жерде бізде 15 пен 13 пайыздық мөлшерде кездеседі. Оның асидті қоспаларды дәл осы тастардың құрамында бар, яғни экзогендік факторлер, сыртқы факторлердің әсерінен бізде жауыннан, желден, осы үстігіне қардан, осы бізде темір қышқылданып, және оны тот басады, тот басқан кезде бізде осы тастар қарая бастайды екен. Сол себептен де бізде күн жоғары жақтан қатты ысыған кезде дәл осы шатқалдың осы бөлігі түгелімен қара түске боялады екен. Енді
91 жылға дейін Шарын шатқалының дәл осы бөлігі бізде өлім даласы, өлім алқабы деген атқа ие болған екен. Неге десеңіздер, себебі кезінде осы жерде тұрақтанған көшпенді халықтар болсын, осы жерден өткен саяхатшылар болсын, дәл осы кешкі уақытта немесе күн батар мезетте шатқалдың осы бөлігін байқамай құлап кетіп жатқан немесе төрттік малын дәл осы маңынан жоғалтып жатқан жағдайлар орын алғаннан кейін сол заманнан бастап шатқалдың осы бөлігін өлім алқабы, өлім шатқалы деп атаған екен. Енді 91 жылдан кейін ол жерге осы бағытта туристік маршруттар ашыла бастады және соның негізінде бізде осы жерді туристерге бұл атау әрине ұнаған жоқ. Сол себептен де олар бұл жердің атауын өзгертеді. Қандай десеңіздер, осы шатқалдың үстіне қарап қара шатқал деп қояды екен. Енді былай қарасаңыздар, оның биіктігі бізде шамамен 140 метрлерге дейін жетеді, орташа есеппен алған кезде. Және де бағана құрылыс нысандары жайында айта кетсем, олар бізде осы 1969 жылдан бастап салына бастаған құрылыс нысандары. Яғни олар қалай салынды десеңіздер, бізде 1969 жылы екі үлкен осы қазақ кеңес одағы мен осы Қытайдың арасында екі қызыл нүкте пайда болады екен. Ең бірінші қызыл нүкте ол бізде осы сәуір айында пайда болады. 13 сәуір айында 1969 жылы осы бізде Дамаган деген үлкен арал болады. Және сол аралда бізде дәл осы Қытайлардың да және осы кеңес әскерінде адамдары, яғни шекаралық қызметкерлері жүреді. Бірақ бір мезетте осы Қытайдың шекаралық қызметкерлерінің саны күрт көп болып кетеді. Сол кезде кеңес әскерлерінен оларға ескерту түседі, яғни саны азайту керек. Бірақ олар саны азайтпағаннан кейін сол жерде бізде сол кезде ең алғашқы шайқас болады. Және де ол жерде қантөгіс болады. Ял дегенше орын алған жағдай бізде осы Қазақстанның шығыс бөлігінде Жалаңаш көл маңында болады екен. Ол бізде 15 тамыз күні болады екен. Мінекей сондай орын алған жайттардан кейін осы маңда осы жерлерді қорғау үшін, себебі мына күнгей атауын көріп тұрсыздар, одан кейін 50 шақырым жерде бізде Қытаймен шекара бар. Яғни олар Қытайдан Қазақстан жеріне басып кірген кезде, осы күнгей атауларынан өтіп басып кірген кезде, сол мезетте бізде осы қара шатқалдың бойында орналасқан әртүрлі құрылыс нысандары бізде осы ату нүктелері болып табылады. Яғни ұзақ мерзімді ату нүктелері деп аударылады. Яғни дот деген орысшадан алған кезде. Сол себептен де қорғау мақсатында қойылған екен. Ал енді келесі біздің бара жатқан шатқал, ол бізде осы сары шатқал дейді. Сол жайында сіздерге мағлұмат бере өтейін. Мінекей сол жақтарыңызға қарасаңыздар, қазір өте ерекше ландшафтты көресіздер. Бұл бізде осы сары шатқалының сары шатқал деп аталатын бөлігі. Енді бұл жалпы жерде бізде көбіне саз басымырақ болып келеді, яғни қара тастарға қарағанда. Және де неге десеңіздер, себебі бұл бізде қалдық, яғни топырақтың түріне жатады. Бірінші кезектен оны алдағы уақытта неге екенін айтып өтеміз. Және де мына ар жақта кішігірім болып тұрған тау жоталарын көресіздер. Және де осы дәл тау жоталары бізде Шарының айлы бөлігі деп аталатын, яғни сары шатқал бөлігін әртүрлі жауыннан, әртүрлі болатын қатты желден қорғайды. Сол себептен де бұл жерде кездесетін қалдық топырақтың беткі қабаты ұшпаған, және де ол бізде жұмсақ болып келеді. Дәл осы жердің екінші атауы көбіне туристер жақсы біледі, айлы шатқал деп аталады. Неге айлы шатқал деп аталады десеңіздер, себебі дәл осы шарының бөлігінде бізде шатқалдардың беткі бөлігі айдың беткі бөлігіне ұқсас келеді екен. Бұл жерде бізде ең алғашқы сонау заманда тұратын адамдар тұрақтарының бірі табылған екен. Яғни неолит дәуіріне тиесілі. Және де сол адамның құрал саймандары дәл осы маңнан табылған. Және де сол заманда мекен еткен әртүрлі Насыров сынды журналдардың сүйектері дәл осы айлы шатқал маңынан табылған екен. Және де былай қарап отырсаңыздар, қазір көресіздер, шатқалдардың өзі бір киіз үй іспеттес көрінеді. Сол себептен де бұл жерде де тағы да киіз үйлер алқабы деп тағдайды екен. Қазір өздеріңіз көресіздер, бұл жерде ең басты кезекте қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар. Және де бұл жерде қоқыс тастайтын үлкен жәшік бар. Қоқыстарыңыз болса, сонымен алып сол жерде тастасаңыздар болады. Иногда, дорогие друзья, мы приезжаем с вами на лунный каньон. Почему он называется лунным? Дело в том, что с птичьего полета данный каньон выглядит в виде полого месяца. Также он имеет название как долина юрт. Если вы обратите внимание, то построение данного каньона выглядит как множество юрт стоят рядом друг с другом или друг за другом. Также данный каньон протяженностью 3 километра. Здесь также имеется Беркут, с которым вы можете сфотографироваться, у которого открытые глаза. Самый, наверное, добрый Беркут во всем Казахстане. Взяли его с гнезда, получается, кормили с рук люди, поэтому с ними обнимаются и целуются. И, в общем, он вреда человеку пока еще не приносил.
Если у вас будет желание, вы можете сфотографироваться на свои телефоны. Стоимость на одного человека 1000 тенге берут хозяева. Также вы можете взять на прокат национальную одежду, флаг Казахстана. Стоимость 500 тенге. Если у вас будет на это желание. Мы с вами также будем здесь 15 минут, и в 10:05 мы собираемся в автобусе. So guys, the next location, the Mon Canyon, the stay location, we 15 minutes and 10 and 5 minutes we meet the bus. жаңағы Шарын деген өзені ғой. Үйлер сияқты ғой. Аналар да айтқан екен ғой, қазақ үйге ұқсайды деп. Көрдің ба? Ана тұр ғой, үйге ұқсап тұр ғой. Солар да айтып, юртаға ұқсайды. А? Анча так кішкентай болып көрінеді, мышқа екен. Изат кішкентай болып көрінеді. Енді сен уже жақындадың ғой. Төмен түстің ғой деймін соңырағында. Ол жақта биікте тұрдық қой. Ана үйлерді көрдің ба? Үйлерді несі? Тауларда үйге ұқсайды дейді сан ана. Киіз үйге ұқсайды деді ғой. Былай жан-жағы деп түсіп тұр ғой. Топырақ болып түскен ғой, ана үйлерге ұқсап тұр, көрдің ба? Бәрі елестетсейші. Несі? Үй сияқты болып тұр. Көрейік ал. Байқаны. Ештемейді намай жүрміз. Алма. Құламайсың түс. Неден қорқасың? Нормально. Адамдар жүр. Жарко, ребят. Там, оказывается, палатка с ремнем кондиционера, поэтому открыли люки. Придется вам потерпеть немного. Сейчас мы с вами уже доедем до следующей локации. Буквально минут 25. Что ж, наверное, немного вам начну рассказывать вообще, в принципе, про Чарынский каньон. Дело в том, что... Дует, да? Ага. Ну, что-то дует, да? Но он не так сильно дует, он немного... Что-то есть. Итак, смотрите, ребят. Многие люди из Казахстана, получается, едут в Северную Америку, чтобы увидеть Великий Гранд Каньон на реке Колорадо. Кто-нибудь слышал о нем? Да.
Да, кто-то там бывал, кажется, даже. На самом деле, вот куда мы сейчас с вами едем, долина замков, именно вот эта территория, она вообще ничем не отличается от этого каньона в плане визуально. Но размерами, единственное их различие это размеры. То есть, если Чарынский каньон составляет 154 километра в длину, то Гранд каньон 800 километров. То есть настолько он великий, да. Высота Гранд каньона достигает 1800 метров в высоту, допустим. А Чарынский каньон максимальная высота фиксировалась 300 метров. То есть, вот, единственное, размерами их вот эта разница, визуально разницу вы вообще не увидите. Также ясеневая роща расположена в Чарынском каньоне. Такая также имеется только у нас в Казахстане и в Северной Америке. Не знаю, как так получилось, но вот такие сходства имеются. Ясеневая роща в 1986 году стала памятником природы Казахстана. И это мы, получается, сейчас с вами едем на территории национального парка Чарынский каньон, где можно вообще встретить 62 вида млекопитающих, 23 вида пресмыкающих, то есть это змеи, ящерицы, разновидности. Их вы можете прямо по дороге встречать, когда будете передвигаться. Особо осторожно, когда на лавочках садитесь, в деревья ходите. Я сам лично встречал, ползают змеи, поэтому за детьми внимательно именно на этой локации присматривайте. Вот, и 103 видов птиц. То есть, представляете, каких много? Из них, конечно, водятся там и краснокнижные животные. Также, насчет растительного мира, если вы вокруг посмотрите, то как будто бы в степи ничего нет. На самом деле, на территории Чарынского каньона около 1500 видов растений. 17 из них занесены в Красную книгу. То есть, настолько вот богатый растительный мир на самом деле Чарынского каньона. Дальше, сейчас когда мы с вами приедем на локацию самого Чарынского каньона в долину замков, там мы вас проведем, посмотрим маршрут, как вам пройти, как вам будет легче передвигаться. Там очень жарко, вам необходимо будет взять с собой воду. Что? Біздің гектер Санжар асфальтер ма асфальт? Итак, дорогие друзья, сбор у нас в автобусе ровно в 13:30, час 30. So guys, we walk in this location 2.5 hour. So 1 and 30 minutes we meet the bus. 1 and 30 minutes. You understand me, guys? Okay, 1:30 we meet the bus. So now you get your lunch with you, so water, and go with me and Sanjar and me. Итак, друзья, сейчас берете с собой обеды, воду, все ненужные вещи можете оставить в автобусе, автобус будет закрытым, и все за нами. В 1:30 мы собираемся в автобусе. Да, келеді екен да. Это вот эта парковка. Перед грибком вот эта крыша, это визит-центр. Туда вниз можете потом спуститься, там прохладно, хорошо, кондер. Уборная бесплатная, и также там ресторан есть, средний чек где-то на 7 тысяч на человека. Если вдруг вы захотите там почти. Дальше. Сейчас мы с вами спускаемся, вот здесь лестница.
спускаешься по этой лестнице вниз, и там есть беседка. Туда подъезжают УАЗики, это такси. Если вы хотите туда вниз спуститься на такси, рассчитывайте с водителя 500 тенге ему даете, он вас довозит. Отсюда вот сюда. Ойба. 2,5 километра. Здесь тупик, здесь речка, вы никуда дальше не уйдете. Можно мне умыться? Вообще, да, но внимательнее будьте. Ну просто не залазить. Да, там змеи ползают, ящерицы. Под ноги, под лавочки. И везде внимательно. Смотрите. Да, смотрите. Сейчас приедут еще много автобусов, еще много спринтеров. Следите за очередью на такси. Если вы идете пешком обратно, проблем никаких нет. Единственное, что вы бы осилили дорогу. Потому что, ладно, туда вы спуститесь, спуск 2,5 километра, он легкий. Назад подниматься будет. Но, в принципе, я хожу нормально. Но если вы чувствуете, что ваше план здоровья не позволяет, и жарко вам, некомфортно, возьмите заранее билет на такси. Там брать или? Да, там мужчина ходит с рупором в зеленой форме, на военного похож. Вы сразу поймете, что он продает билет. Каждый билет пронумерован, как я вам уже говорил. Покупайте билет заранее, назад возвращайтесь пешком или на такси. И мы с вами встречаемся в автобусе во сколько? Здесь беседки, уборная бесплатно, беседки со столами, с лавочками, тенечек там есть, речка течет, свежо, деревья. Идеальное место вам пообедать. О, говорите, сейчас Борис, там будет пиздец. Астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында біз алаштың баласы, күніміз туып көгерді сарыарқаның даласы. Қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған, өшті залым қарасы, жасасын алаш жасасын. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында қолдайтын бір алламыз, туысқандық теңдікте туын қолдап шабамыз. Берілгенде тілектер жарылмай ма жүректер, түрден орын аламыз, жасасын алаш жасасын. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкінің қорлығына бермейміз. Алаш деген ел үшін, сарыарқадай жер үшін, елім деген ер үшін, аялмасын жанымыз, жасасын алаш жасасын. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаштығы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз.
работать 25 минут. У нас будет одна санитарная остановочка, где вы можете взять что-нибудь перекусить, мороженое, холодные напитки и все остальное. Енді сіздермен бірге мінекей 20-25 минуттан кейін бір санитарлық аялдамамыз болады. Сол жерден өздеріңізге қажетті заттарыңызды дүкеннен алсаңыздар болады. Салған сусындар мен балмұздаktар сол жерде сатылады. Енді сіздерге мына Шағын Шатқал жайында айта кетейін. Мына сіздермен бірге дәл қазір осы Шағын Шатқал атты ұлттық табиғи парк аумағына шығып бара жатырмыз. Біз дәл қазір сіздермен бірге Алматы облысында және Еңбекші Қазақ ауданындамыз. Мына Бақтоғай су қоймасынан шығатын су Еңбекші Қазақ ауданын суарады деп сіздерге алдында тағы бір мәрте айтқан болатынбыз. Мінекей дәл сол ауданда сіздермен бірге келе жатырмыз. Енді біз қазір сіздермен бірге қандай жерде көріп келе жатырмыз десеңіздер, мына Шағын Шатқалының ең әдемі, ең көрікті жері осы Қамалдар алқабы атты жерді көріп келе жатырмыз. Енді бұл жер жайында сіздерге айта кететін болсам, яғни бұл жерде табиғи парк бізде осы 2004-2007 жылдар аралығында іргесі қаланған екен. Және дәл қазір өзіңіз көріп отырған визит центр дәл осы бізде Шағын Шатқалында бар. Яғни ол жерге кіріп көрген кісілер бар ма? Кіріп көріп қарасаңыздар, яғни ол жерде Шағын Шатқал жайында арнайы өзінің гидтері болады. Егер де өздеріңіз осы шағынға былай келіп жатсаңыздар, кейін сол визит центрге барып, сол жерден өздеріңіз гидтерді алсаңыздар болады. Яғни біз сіздермен бірге тек шағынның бүгінгі күнде 3 бөлігін ғана көрдік. Ал жалпы бұдан да басқа бөліктері бар. Қандай десеңіздер, Шағын Шатқалының 5 тамақ атты бөлігі бар. Ол жерде неге атауы былай беріледі десеңіздер, яғни сіздермен көрген вулкандағы минералдың ол жерде 5 түрі бар екен. Және 5-еуі де 5 түссіз болып келгендіктен ол жердің атауын 5 тамақ деп қойған екен. Ал мына Шағын Шатқалы жайында айтатын болсам, бұл парк территориясында бізде бірнеше негізгі айта кететін зеректі заттар орналасқан. Ең бірінші кезекте бұл жерде бізде ылғалы 800 шаған деген ағаш өседі. Яғни бұл ағаш бізде дүниежүзі бойынша тек 2 ақ жерде өседі. Ол бізде осы солтүстік құрама Америка штаттарында болса, ал екіншісі осы бізде Қазақстанда, яғни Шағын Шатқал маңында ғана өседі екен. Сол себептен де бізде 1986 жылдан бастап ол бізде қорғауға алынған екен. Енді бұл ағаштар бізде қай жерде орналасқан десеңіздер, осы бізде Чарын өзенінің 2 үлкен саласы бар. Сонан біреуі Қарқара болса, яғни оның жоғарғы саласында орналасқан. Екіншісі Темірлік деген саласы бар. Және сол Темірлік саласының бойында дәл осы біздегі бұға 800 шаған ағаштары орналасқан екен. Және бұл ағаштар бізде биіктігі 10 метрге дейін жетеді. Және сонау бізде мұз басу дәуірінен аман қалған өсімдіктердің қатарынан екен бұл өсімдіктер. Енді қалай сол заманнан аман қалды десеңіздер, яғни олардың сол кезде діні өте қалың болған екен. Яғни 3-4 адам бірге отыра сол дінді толығымен бастай алады екен. Сол себептен де сондай ағаштардың өзіндік бір ерекшелігі болған екен. Және бұл осы Шағын Шатқал аумағында бізде тағы да айта кететін маңызды объекттердің бірі, ол бізде үлкен терек ағаштарының кәдімгідей орманы бар екен. Яғни азиялық теректер дәл осы парк аумағында өседі. Олар да осы Шарын өзенінің бойын жағалай өседі. Және бұл ағаштардың ерекшелігі қарапайым терекке қарағанда азиялық теректердің тамырларының тереңдігі 50 метрге дейін жетеді екен. Бұл жалпы осындай осы ағаштардың өзіндік бір ерекшелігі екен. Енді біздермен бірге дәл қазір осы Көкпек жазығында келе жатырмыз. Мына дәл қазір жол бойына шыққан кезде сол жақта тау бөктерін көресіздер. Ол тау бөктерінің атауы Торайғыр. Мына оң жақтан көріп келе жатқан тау бөктерінің аты Бөгетті. Және сіздермен бірге санитарлық аялдамадан шыққаннан кейін асудан өтеміз. Ол асудың да атауы Көкпек асуы деп аталады. Және қарап көрсеңіздер, кесіртке көрген кісілер бар ма? Кесіртке болсын, көрмедіңіздер ма? Жалпы олар көбіне осы күн қатты қызған уақытта түске таман немесе түстен кейін шыға бастайды. Және кесіртке тәріздестердің бұл жерде бізде 25 түрі, яғни ұя салып паналайтын құстардың бізде бұл жерде 35 түрі. Және
боз мекенелердің 62 түрі мекен етсе, өсімдіктердің жалпы флорасы бұл жерде Көлсайға қарағанда бай болып келеді. Яғни Көлсай мен Қайындының өзін қосып алғанда 500-ге жуық өсімдіктің түрі кездессе, дәл осы шарын шатқалдар аумағында бізде 1500-ге жуық өсімдік түрі кездеседі. Неге бұлай болды десеңіздер, себебі мына шарын шатқалының өзінде шарын өзенінің бойлай өсімдіктер өте көп өседі екен. Және де бұл жерде жан-жануарлардан бізде тау арқарларда осы маңдарда мекен етеді екен. Және де қара құйрықтар дәл осы бөгетті тау бөктерін мекен ете отыра осы шарын шатқал аумағында да кездеседі екен. Бұл жерде кезінде осы жыртқыш жандардың ішінде ең үлкен, яғни жыртқыш жандардың патшасы болып саналатын екінші бір жануар мекен еткен. Қандай десеңіздер, қызыл қасқырлар дәл осы шарын шатқал маңын мекен еткен екен. Бірақ өкінішке орай осы 80-90 жылдары қызыл кітапқа еніп, өкінішке орай дәл қазіргі уақытта жоқ екен. Жалпы шарын шатқал туралы негізгі ақпараттар осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Осадим! Елім дегендер қамын жегендер, адал өрімдір намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін сақтан алашын, иманын жиған байға аңғалын. Жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар адамды. Баю үшін бағында сатқандар, тою үшін де тоңында арын сатқан, қолданған санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Итак, дорогие друзья, потихоньку просыпаемся. Наш тур подходит к концу. Эти 2 дня было с вами приятно поработать. Спасибо за вашу пунктуальность частично. Во всем времени, да, мы с вами уложились. А теперь сделаем выводы, что мы с вами посетили за эти 2 дня. Мы посетили с вами озеро Хайнде. Рано утром. Вы выспались тогда? Первый день? Да. Или было тяжеловато? По кайфу, да? Ну, кому-то было тяжеловато 4 часа спать, потом утром ехать на УАЗиках. Такой спартанский первый день был на самом деле. Потом мы с вами вернулись после обеда. Более-менее мы дали вам еще часик отдохнуть и отправились с вами на Кульсай. На Кульсай вам было уже легче, да? Кульсай сам по себе такая локация полегче. И мы с вами уже потом вечером отправились домой, поужинали, отдохнули и встретились с вами где? На костре. Ну, на
костре это был отдых для души, чтобы вы могли немного расслабиться. И потом на следующий день, то есть сегодня, какой день был тяжелее, вчерашний или сегодняшний? Все из-за жары, да, наверное? А если бы была бы немного облачная погода, наверное, было бы не так уж и сложно, да? Или все равно сложно было? Хорошо. Теперь скажите мне, друзья, сколько в Казахстане национальных парков? Кто знает? О, молодец. 14 национальных парков в Казахстане, дайте ему 5. Вы посетили 2 из них. Первый это Кольцай-Кульдеры. Первый день мы посетили Первому национальному парку. Второй день мы посетили Черенскому национальному парку. Кто-то из вас был еще в каких-нибудь казахстанских национальных парках? Хорош. А у кого это был вообще первый тур в жизни? Блин, здорово, ребят, я поздравляю вас. Но вы не останавливайтесь на этих турах, потому что в Казахстане вас ждут еще 12 национальных парков. В принципе, туры на них вообще недорогие. Не обязательно ехать куда-то за границу, чтобы посещать такие красивые места. Желаю вам посетить еще 12 национальных парков, которые есть у нас в Казахстане, а потом приступить и вообще путешествовать по всему миру. Желаю вам иметь на это здоровье и возможности. Всем спасибо. Так, хотел бы еще сказать, так, в первую очередь, вещи проверьте, документы, телефоны, маленькие вещицы. Ничего не забудьте, перепроверьте еще раз, хорошо? Также давайте скажем нашему водителю Альбеку спасибо за то, что целый город. Теперь, в знак благодарности давайте не оставим в салоне мусора, заберем шторки и вернем сиденье в нужное положение, хорошо? Да, құрметті туристер, бізге өздеріңіздің демалыстарыңызды сыйлап тапсырғандарыңыз үшін рахмет осындай сендеріңіз үшін. Және де тағы да бір айта кететін маңызды заттардың бірі, дәл осылай туркомпаниялардан билет ала отыра сіздер деген белгілі бір жерге сұраныс туғызасыздар және сол сұраныстың арқасында сіздердің арқаларыңызда сол жерде бізде қандай да болмасын жаңа бір вакансия ашылады. Және билет ала отыра сіздер екінші кезекте Қазақстанның ішкі туризм дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосудасыздар. Сондықтан да жай ғана тура барып келдім деп ойламай, кәдімгідей сіздер үлкен іс жасап отырсыздар. Осылай сіздің достарыңыз, сіздің таныстарыңыз жасайтын болса, біздің Қазақстанның ішкі туризмі алдағы уақытта кәдімгідей шет туризммен бәсекелеске түсе алатындай дәрежеге жететін болады. Сол үшін де сіздерге рахмет. А вот справа мой роддом. Вот он справа, роддом мой. Это вы доплатите за съемку. Guys, don't take it for photo.